Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов асфальттау жұмыстары жүргізіліп жатқан учаскелерге инспекциялық сапар жасады. Атап айтқанда, Аби Борынбай көшесінен Семей инжиниринг шлагбауына дейінгі батыс өндірістік торабы мен Мадияч Қосанов көшелерін аралап көрді. Сондай-ақ сапар барысында Нұрбол Нұрсағатов аулаларда абаттандыру жобаларымен танысты. Бүгінгі таңда абаттандыру жұмыстары 50-ге жуық ауланы қамтып отыр. Онда бекітілген кестеге сәйкес шағын сәулет нысандары, орындықтар мен жаттығу құралдары орнатылуда. Бұл қала тұрғындары үшін жайлы және заманауи орта болмақ. Кейбір учаскелерде футбол алаңдары жабдықталатын болады. Сонымен қатар қала әкімі Тельман көшесі 149 мекен жайындағы тұрғындармен кездесті. Бұл аулада абаттандыру процесінде тұрғындар аула аумағын жақсарту бойынша өз ұсыныстарын жеткізді. Азаматтарға өздерін банкрот деп жариялауға мүмкіндік беретін заң күшіне енгелі 1 жылдан астам уақыт болды. Осы уақыт ішінде Қазақстанда барлығы 10.000-ға жуық адам банкрот деп танылды. Абай облысы бойынша өткен кезеңде 3448 өтініш келіп түскен, оның 660-ы қанағаттандырылыпты. Абай облысының өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында дәрменсіз борышкерлермен жұмыс басқармасының басшысы Ұлан Бәкіров банкроттық рәсіміне тек қарызы бар азаматтар ғана кірісе алатынын айтты. Барлық міндеттемелердің мөлшері өзіне тиесілі мүліктің құнынан аспайтын, борышкер төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолдану туралы өтінішпен ғана сотқа жүгінуге құқылы. Қалпына келтіру жоспары қаржы басқармасымен бірлесіп сотта бекітіледі. Бұл рәсімнің артықшылығы одан кейін адам банкрот мәртебесіне ие болмайды, сондықтан оған банкрот үшін көзделген салдарлар қолданылмайды, деп атап өтті Ұлан Бәкіров. Мақаншы ауылында Әсет Найманбайұлы атындағы орта мектептің 1984 жылғы түлектері 40 жылдық кездесулеріне орай балдәурен балалар ойын алаңын салтанатты түрде ашты. Жаңа ойын алаңы ауданның кішкентай бүлдіршіндері мен балалар үшін қауіпсіз және көңілді орта болмақ. Ашылу салтанатына аудан әкімі Дәурен Қойгелдин қатысып, аға буын мен түлектерді, ұстаздарды маңызды оқиғамен құттықтады. Сондай-ақ туған өлкенің дамуына қосқан үлестері үшін алғысын білдірді. Салтанатты жиында аудан әкімі туған жерді түлетуге атсалысу абыройлы міндет екенін айта келе, Атамұра корпорациясының басшысы Рақымғали Абрарұлына алғысын білдіріп, қазақи дәстүрмен иығына шапан жапты. Ақ жаулықты аналар шашу шашып, ауыл үлкендері бата берді. Абай облысында экологиялық ахуалды жақсарту және қоғамның назарын экологиялық мәселелерге аударуға бағытталған Таза Қазақстан акциясы жүргізілуде. Осы акция аясында облыстың әр аудандарында аумақтарды тазарту, ағаштар мен көшеттер отырғызу, сондай-ақ саябақтар мен алаңдарды абаттандыру ұйымдастырылды. Абай облысында Таза Қазақстан экологиялық акциясына барлығы 88.200 адам қатысқан. Акцияға 3596 ұйым мен мекеме қолдау көрсетіп, 2041 бірлік түрлі техника жұмылдырылған. 78.590 аула тазаланып, қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарына 47.590 тонна қалдық шығарылған. Облыста 239 саябақ пен алаң тазартылып, 252 ескерткіштің аумағы абаттандырылды. Жалпы акция барысында облыста 135.540 ағаш отырғызылған. 35 әлеуметтік нысан мен 2221 өндірістік нысан, 852 су қоймасы қамтылды. Париж Олимпиадасының жүлдегерлеріне медальмен бірге сыйлықта табыс етіледі. Спортшыларға берілген алтын түстес қораптың ішінде арнайы тапсырыспен салынған плакат бар. Туындыны француз суретшісі Уго Гаттани 2023 жылдың 9 қыркүйегінде салуды бастап, биыл 19 қаңтарда аяқтаған. Плакатта Олимпиада кезеңіндегі Франция астанасы суреттеледі. Уго Гаттани оны жасанды интеллект көмегінсіз қиялы мен шабытына сүйеніп салып шығарыпты. Ауыл ел бесігі бағдарламасын жүзеге асыру аясында Черновка ауылында кешенді футбол алаңы мен хоккей корты орнатылуда. Мердігер жеке кәсіпкер айтуған спорттық нысандарды қоршауға арналған материалдарды жеткізіп, футбол алаңы мен хоккей корты орнатылатын учаскені белгіледі. Қазіргі уақытта құм қиыршық тас қоспасын жеткізу жұмыстары басталды. Сондай-ақ футбол алаңы мен хоккей кортына қоршаулар орнатылуда. Құрылыс жұмыстары биылғы жылдың тамыз айында аяқталады деп жоспарлануда. Осы аптада республикалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет пен Абай облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің басшысы генерал-майор Нұрлан Қыдырбаев президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы аясында Жарма ауданындағы Омбы-Майқапшағай тас жолына барып, жол құрылысының барысымен танысты. Осы учаскедегі жұмыстардың аяқталу мерзімі қазіргі уақытта әртүрлі себептермен бұзылу қаупінде тұр. Оның бірі парақорлық. Кездесуге қытайлық мердігер компания өкілдері, Қазавтожол басшысының облыс бойынша орынбасары, ұлттық жол активтері сапасы
жобасы филиалының басшысы қатысты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің басшысы Нұрлан Сұлтанұлы мердігерлерге пара алушының да пара берушінің де жауапкершілігін еске салып, жол құрылысын сапалы жүргізуді тапсырды. Мердігер компанияның өкілі сол жерде сапалы жол салатынын айтып уәде берді. Асфальттың қалыңдығы 26-5 см болу керек, алайда мобильді топ төселген асфальттың қалыңдығы 25 см екенін анықтады. Семейліктер қоғамдық көліктің уақытылы жүрмеуіне наразы. Қала тұрғындарының бірі редакцияға шағым жасаған еді. Оның жіберген фотосуретінде барлық дерлік автобустар бірден бірнеше бағыт бойынша желіден ажыраған. Мен аялдамаға бардым, инфобус қосымшасын аштым, автобустар жоқ екендігін көрдім. Олай болғанда да олардың барлығы бір уақытта өшірілген. Алайда әкімдіктің баспасөз қызметі автобустың маршрутқа шығу пайызы жоғары екендігін айтады. Автобустардың қызмет көрсетудегі осы айдағы орташа пайызы 80%-ды құраған. Оның ішінде 34 маршруты 75%, 36 маршруты 100%, 17 маршруты 88%. Кешке қарай инфобус мобильді қосымшасы қоғамдық көлік маршруттарындағы нақты жағдайды әрдайым көрсете бермейді, өйткені ол байланысқа өте тәуелді. GPS байланысы жойылған кезде бағдарлама көбіне автобустың соңғы орнын көрсетеді. Бүгінге жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.